Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз тауықтың төс етінен кебаб дайындаймыз. Ол үшін бізге тауықтың төс етін осылай төртбұрышты түрде барлығын кесіп дайындап аламыз. Содан соң барлығын мұқият жуып маринадтауға көшеміз. Маринадтауға бізге чеснок, содан соң шемішка майы, содан соң ащы аджика немесе осындай ден болады. Содан соң тұз және осындай приправа. Барлығын мұқият саламыз. Ең соңында майонезімізді салып, барлығын мұқият араластырып, бір күнге қойып қоямыз холодильникке. Хотя бы кем дегенде 1 сағатқа қойып қоямыз. Осылайша біздің тауық етіміз тұрып сіңгеннен кейін, осылай шпажканың көмегіне болгарский перецімізді тоже кубиктап турап алып, барлығын бірінен соң бірін видеодағыдай орналастырамыз және қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осылайша біздің дәмді кебабтар дайын болады. Біздің кебабымыз құрғақ болып кетпеу үшін осылай щетканың көмегімен кебабымыздың үстіне жағып қоюыңызға болады. Осылайша дәмі керемет, бізде әрі тез дайындалатын кебабымыз дайын болады. Егер сізге ұнаған болса, менің видеомды бағалап кетуді сұраймын. Рахмет.